Сары май ежелден бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан, қоректік қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан азықтардың бірі. Өзінің қоректік құны мен адамзаттың қажетін қанағаттандырып қалмастан, шипагерлік саласында да өзінің рөлін әйгілеп келеді. Мысалы, адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз қолдану қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептеледі. Қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып буын ауруын емдеп келген. Буын қабыну ауруына тап болған адамның буынына сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилер де сары майды ерітіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлігінде жара болған ауруға сары майды ерітіп жақса, жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуіне көмектескен екен. Жалпы сары май сиыр сүтінен өндірілген тағамдық өнім. Майдан басқа сары майдың құрамына сүттің барлық құрамдық заттары, фосфориттер, ақуыздар, сүт қанты, дәрумендер мен су кіреді. Сары май жоғары калориялы өнім болып саналады. Осыған қарамастан, ол организмге оңай сіңеді. Бұл өнімнің құрамында майлар, ақуыздар және витаминдер бар. Сары май энергияның тамаша көзі болып табылады. Оның құрамында токоферолдар, каротин, Д дәрумені бар. Токоферол жасушалары ағзамызды бос радикалдардан қорғайтын антиоксиданттар болып табылады. Олар сондай-ақ қартаю процесін баяулатады. Бұл витамин кальцийді сіңіру және күшті иммунитет үшін маңызды. Сондықтан оны тамақтан да алу керек. Достар, ал сіздер сары майдың қандай қасиеті туралы білесіз? Комментарийға жаза кетуіңізді сұраймыз. 1 килограмм сары май алу үшін 20 литр сүт қажет. Сондықтан табиғи өнім арзан болуы мүмкін емес. Арзан сары майдың құрамында өсімдік майлары бар. Сары май ауызда тез ериді. Өсімдік майлары бар өнім керісінше ұзақ уақыт еріп, тіске жабысады. Сары майды фольгада, пластиктен немесе керамикалық май ыдысында тоңазытқышта сақтауға болады. Осы жолмен максималды сақтау мерзімі шамамен 1 ай. Сары майды мұздатқышта, фольгада оралған және бөгде иістерді сіңірмейтіндей пакетте сақтауға болады. Бұл пішінде сары май 6 айдан астам, ал -18-ден төмен температурада және жыл бойы қалады. Ұзақ сақтау дәмін нашарлатады. Жануарлардан алынатын тағамдар қаныққан май қышқылдарынан тұрады. Олар күнделікті рационның ең көбі 10%-ын құрауы керек. Мұндай майлардың артық болуы жүрек ауруларының, қан тамырларының, қант диабетінің және семіздіктің дамуының қауіп факторы болып табылады. Сондықтан да қандай пайдалы өнім қолдансақ та, естен шығармайтын бір ереже, әрбір нәрсе тек дұрыс мөлшерде ғана пайдасын көрсетеді. Достар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Егер де сізге пайдалы болған болса, осындай қазақша каналды қолдау ниетінде лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.